Мен сіздерге балаларда өте жиі кездесетін қызбалық тырыспалар туралы айтып беремін. Кейде біз дәрігер ретінде қызбалық тырыспалар жиі кездеседі деп айтқанымызбен, қазіргі таңда шағын отбасыларда өмір сүретін ата-аналар үшін бұл өте алаңдатарлық жағдай. Бұл кейде көз алмасының жоғары қарай ауытқуы, не болмаса тоникалық тырыспалар немесе қайталанатын дірілдер түрінде көрінуі мүмкін. Егер балаңызда осындай белгілер басқа ешқандай мәселесіз, дамуда кешеуілсіз байқалса, уайымдаудың, үрейленудің қажеті жоқ. Баланы жақсы желдетілетін бөлмеге орналастырыңыз. Содан кейін, егер баланың киімі тар болса, оны шешіп көріңіз. Бірнеше минут ішінде бәрі қалпына келеді. Басқа ешқандай дәрі қажет емес. Ең басты мәселе, егер мұндай балаларда қызусыз ұстамалар қайталанып, бұрын қызу кезінде ұстама болған болса, онда қосымша тексерулер қажет болуы мүмкін. Электролиттер, кальций, бейнелеу әдістері, кейде тіпті генетикалық зерттеулер жүргізіледі. Себебі кейбір генетикалық жағдайлар осылай көрінуі мүмкін. Онда біз қашан алаңдауымыз керек, қашан сақ болуымыз керек. Егер балаңызда ұстама бір жақта қайталанып, қызу кезінде бір жақта ұстама болып, одан кейін қолдың әлсіздігі, аяқтың әлсіздігі, ұзақ уақыт бойы сананың бұзылуы байқалса, онда алаңдауымыз керек. Сондықтан балаңызда қызу мен ұстама болғанда мұны әрдайым есте ұстаңыз. Көбіне ешқандай дәрі қажет емес. Ұзақ мерзімді дәрі-дәрмектер тағайындалмайды. Біз ұстама кезінде, яғни балаңызда келесі эпизод болған кезде, қызу мен ұстама кезінде клобазам таблеткасын береміз. Бірақ әдетте бұл дәрілер шетелде де тағайындалмайды. Біз бұл дәрілердің көбіне Үндістан субконтинентінде қолданылатынын байқадық. Сондықтан тіпті температураның кенет көтерілуі де ұстамаға себеп болуы мүмкін. Қорықпаңыз, бәрін өз қалпында қалдырыңыз. Бұл өздігінен басылады. Ұстамадан кейін педиатр мен невропатологқа қаралыңыз.